Қайырлы күн достар. Менің есімім Ербол Аматаев. Шымкент қалалық арнайы кітапханасында суретші көркемдеуші болып жұмыс істеймін. Көне шымқала макетін жасау бұл зағип азаматтардың тарихқа, мәдениетке қолжетімділіктің арттыру үшін жасалынды. Бұл көне шымқала макетін жасаудағы мақсатымыз кітапханамыздың оқырмандары, зағип жандар, нашар көретін азаматтарымыз ескі қаланы, көне қаланы, архитектурасын, мәдениетін, орналасқан жерін сезіп көру үшін жасадық. Бұл макетті жасау алдында мен сол жерге барып, суретке түсіріп, интернеттен видеолар, жоғарыдан түсірілген видеоларын, фотоларын көріп, біраз зерттедім. Одан кейін оны ПВХ деген материалмен, жарнамаларда қолданылатын ПВХ деген материалмен желімдеу арқылы жасадым. Бұл макетті жасау барысында әртүрлі қиындықтар да болды, қызықтар да болды. Жаңағы қиындықтар дегенде өте майда детальдар болды. Бұның пропорциялық көлемде кішірейтіп жасаған кезде әрбір деталін сол өзінің көлемінде сақтау үшін кейбір майда кішкентай детальдар істелу қиын болды. Кейбір детальдар жасалмай да қалды. Өйткені оның көлемі үлкен, оны осындай көлемге сыйғызғаннан кейін сондай қиындықтар болды. Қаланың қалдықтарын көрсеткен кезде ол жерде дәлме-дәл көрсету мүмкін емес. Сондықтан бұл жерлерде жобалап көрсетілді. Қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан қалдықтары. Бұл жерде сол жердің ортасынан жүріп өтетін адамдар көруге арналған жолдар. Керуен, түйенің керуені, бұларды да сол ПВХ-дан қолдан ойып жасадым. Хауызы, жанында арба тұрған, сол жерде қалай тұрған, сол бойынша көрсеткім келді. Зағип азаматтар осының бәрін қолмен сипап көрген кезде сезетіндей осылай жасалды. Сыртындағы жерлерді гипспен құйып жасадым. Қалғаны тек қана ПВХ материалынан. Жалпы бұл макеттің өзі зағип азаматтарға арналғандықтан біздің осы зағип азаматтардың Брайль алфавиті бар. Сол алфавитте олардың осы макеттің қысқаша түсініктемесі жазылып сол жерде қойылды. Ол осы биыл біздің Брайль алфавитінің қазақша нұсқасын жасаған Ахан Қасымға 95 жыл толуына байланысты биыл бізде республикалық конференция өткен. Сол жерде осы макет ашылу болды, бірінші рет қойылып, сол жерге осы Брайль әрпінде түсіндірмесін жазып жанына қойдық. Аудиогид нұсқасы макетті оқырмандарға тереңірек, анығырақ түсіндіруге көмектеседі. Ол жерде аудиогид нұсқасын бізде 3 тілде жасалынған: қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде. Әрине пікірлер көп болды. Ризашылығын айтып жатты оқырмандарда, кітапханашыларда. Бірақ солардың ішінде көбісі зағип азаматтар осындай мәдени мұраны осындай форматта алғашқы рет көріп жатқанын айтты. Менің ойымша жақын уақытта мультимедиалық, кинетикалық, аудиовизуалды туындылар пайда болады. Яғни дыбыстық, тактильді, эмоция, визуал біріктіретін жұмыстар. Инклюзия тақырыбында жұмыс жасағым келеді. Яғни барлығына қолжетімді макеттер сериясының жасау идеясы бар. Дәл осы макетпен менің шығармашылық жұмысым аяқталып қалмайды. Алда тағы да көп макеттер жасаймыз. Назарларыңызға рахмет. Осы макет туралы төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.